Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Башқұрт белсендісі Фаил Алсунов жақтастарына үндеу жолдады. Ол заңды сақтап, құқық қорғау органдарының талабын ескеріп, күш қолданбауға үндеді. Башқұрт белсендісі Фаил Алсунов уақытша тергеу изоляторынан жақтастарына хат жазып үндеу жолдады. Ол заңды сақтап, құқық қорғау органдарының талабын ескеріп, күш қолданбауға үндеді. Еске сала кетсек, 17 қаңтарда Баймақ қаласының аудандық соты Қарақалық деген сөзі үшін экобелсенді Ресейде тыйым салынған Башқұрт ұйымының бұрынғы басшысы Фаил Алсуновты 4 жылға соттаған болатын. Осыдан кейін сот алдына жүздеген адам жиналып, Алсуновты қолдау акциясы кезінде полициямен қақтығысып қалды. Жаппай тәртіпсіздік бойынша 20-дан астам адам ұсталып, 9 адамға қылмыстық іс қозғалды. Ал Алсунов болса соттың шешімімен Челябі облысындағы Магнитогорск қаласына жеткізіліп, тергеу изоляторына қамалды. Келесі күні экобелсендінің жақтастары Алсуновты Уфаға әкелмей, Магнитогорскінің тергеу изоляторына қамағанына наразылық білдіріп, республика астанасының орталығына жиналды. Олар осы жердегі башқұрт халқының батыры Салауат Юлаевтың ескерткіші жанында бас қосып, биліктен белсендіні босатуды талап етті. Осыдан кейін Алсунов жоғарыда атап өткеніміздей жақтастарына қамаудан хат жазып, үндеу жолдады. Алсуновтың хатының көшірмесін оның адвокаты Елнұр Сүйіндіков жариялады. Ол башқұрт тілінде жазылған «Важные истории» басылымы хаттың аудармасын жариялады. Онда Алсунов жақтастарын заң аясында әрекет етуге үндеген. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін бас көтерлеріңізді сұраймыз.